Ассалаумағалейкум өнерлі қауым, дыбыс жазу және өңдеу саласына қызығып жүрген жандар. Cubase программасына жұмысты бастамас бұрын, біз Cubase-тің базовый настройкаларын жасауымыз қажет. Сол Cubase программасындағы бірінші сабақты осы базовый настройкалардан қалай жасау керек екенін қазір көрсетемін. Ол настройкалар программада ыңғайлы жұмыс істеу үшін бізге қажет. Cubase программасын бірінші рет ашқан кезде көптеген настройкалары өзінің заводской настройкаларымен келеді. Көп жағдайда бізде Cubase программасы звуковой картаны көрмей қалады. Мысалы, сіз звуковой карта Focusrite айталық, M-Audio, Audient, RME, енді Universal Audio дейік картаны орнатқан кезде, драйверларын орнатқан кезде, Cubase программасын бірінші рет ашқан кезде Cubase программасы сізден сұрайды. Мынандай уведомление шығарады, сіз қандай картамен жұмыс істегіңіз келеді деген. Сол жерде өзіңіздің звуковой картаңызды таңдасаңыз, сіздің Cubase программаңыз бірден звуковой картаны өзі автоматически көреді. Бірақ кейде сондай жағдайлар болады. Драйверін орнатсаңыз да Cubase программасы сіздің звуковойыңызды көрмейді. Сондықтан да сол звуковойды қолмен орнатуға тура келеді. Ондай жағдайда біз былай істейміз. Мінекей, неге қараңыздар? Стрелкаға. Cubase ашқаннан кейін бізде жоғары жақта жазулар тұрады. Бұл әртүрлі осы программаға жауап беретін настройкалар. Соның ішіндегі бізде device деген керек болады. Мінекей. Транспорттан кейін device. Осы devices-ке кіреміз. Devices-ін ең төменгі жазылып тұрған device setup дегенге кіреміз. Бұл системный настройкалары. И сіздерде заводской настройкада былай тұру мүмкін. Немесе былай тұру мүмкін. Осының ішінде біз VST Audio System дегенге кіреміз. Мінекей, VST Audio Systemге кіреміз. Және мына жерде VST Audio Systemнің астында мынандай окошко шығады. Осы окошканың ішіне сіз өзіңіздің звуковой картаңызды орнатуыңыз қажет. Мысалы, мына жерге сізде айталық Focusrite деп айтайық. Сол Focusrite-ты мына жерден списоктан табасыздағы. Мысалы, менде қазір агрегатный устройство арқылы қосылып тұр. Мен осы агрегатныйды басам, бірақ сіздер өздеріңіздің звуковой карталарыңызды списоктан соны қоясыздар. Соны басқаннан кейін сізде мынандай подтверждение деген шығады. ASIO драйвермен жұмыс істейін бе деген сияқты. Осы switch деген бұл подтвердить деген сөз. Switchті басқаннан кейін окейді басамыз. Бізде система звуковой картаны көрді. Келесі бізде коммутационный панель деген бар. Мысалы, сіз дауыс жазайын десеңіз, сізде мына жерде звуковой картаны көрмей қалуы мүмкін. Звуковой карта орнатылып тұр, Cubase программасы көріп тұр, бірақтан коммутациясы әлі настройка жасалынбағаннан кейін біз F4 дегенді басамыз. Клавиштарыңызды F4-ті бассаңыздар. F4-ті басқаннан кейін сізде мына жерде мынандай коммутационный панель шығады. Бұл коммутационный панельде сіздерде кейде көрсетпеуі мүмкін. Мінекей, бұлай ашқан кезде сіздерде not connect деп тұру мүмкін. Ал кей жағдайда автоматтық түрде өзі көреді. Егер де көрмей қалған жағдай болса, сіздер осы inputsқа да өзіңіздің звуковой картаңызды қоясыз. Ол автоматтық түрде өзінің каналдарын определить етеді. Одан кейін барып выход каналға да картаны қоясыздар. Сол кезде сіздерде выходта, входта автоматтық түрде көрсетіп тұрады. Мінекей, бұл звуковой картаға байланысты настройка. Енді келесі настройка бар бізде. Мысалы, сіз айталық музыканы қоятын кезде бізде мына жерде мынандай курсор бар. Мына курсор жүреді қазір. Я в глаза твои, как зеркало, смотрю. Мінекей, курсор қайтып орнына келді. Заводской настройкада Cubase-ті бірінші рет ашқан кезде көп жағдайда бұл курсор орнына қайтып келмейді. Бұл курсор бізде мына жерде транспорт дегенде тұрады. Мінекей, тағы да көрсетейін. Cubase Elements'ке кіресіздер. Немесе Cubase Pro болса да ешқандай разница жоқ. Барлығында бірдей. Мұны преференске кіресіз. Преференстен транспортқа кіресіз.
список бойынша мына жерде транспорт деген табасыз дағы. Транспортқа кіресіз, сіздерде мынау өшіп тұру мүмкін. Көп жағдайда новый программа ауратқан кезде бұл настройка галочкасыз тұрады. Мінекей, бұл өте ыңғайсыз жұмыс істегенге. Өйткені курсорыңыз қайтып орнына келмейді. Барған жерінен тоқтап қалады. Я в глаза твои, как зеркало, смотрю. Мінекей, өзін орында қатып қалады. Бұны біз қайтадан мышкамен бүйтіп орнына қойып отырғаныңша жаңағы галочканы қойып ыңғайлы етіп алған дұрыс та бізге. Бұл не үшін қажет? Бізге мысалы мына жерде бір қателік шықты. Соны қайта тыңдау үшін бізге курсордың қайтып орнына келгені дұрыс. Сондай кезде біз транспорттың ішіне кіреміз. Транспорттың ішінде return to start position and stop дегенге кіреміз. Осыны басып қойғаннан кейін окей бассақ, бізде курсорымыз қайтып орнына келеді. Я в глаза твои, как зеркало. Мінекей, орнына қайтып келді. Бұл өте ыңғайлы жұмыс істегенге. Енді өте маңызды тағы бір настройкалар бар. Ол да осы Cubase-ке кіреміз, Preference-ке кіреміз. Preference-тің ішінде біз Editing деген табамыз. Editing-тің ішінде аудио дегенге кіреміз. Осы аудиода мына жерде сіздерде былай тұру мүмкін. Көп жағдайда заводской настройкада осылай тұрады. Біз бұны өзгертеміз. Бұл бізге не үшін қажет? Біз осы жерде осылай өшіп тұрған болса, біз мынау use settings-қа кіреміз, және мына жерде галочкаларымыз өшіп тұру мүмкін. Осы галочкаларды белгілеп қоямыз. Бұл бізге не үшін қажет деген сұраққа жауап беретін болсақ, біз мынау мысалы аудионы шақырдық, минусовканы мынау бірінші трекке қойдық. Айталық, бұл аудио файл рабочий столда тұрды. Біз рабочий столдан осы жерге бұны импортировать еткеннен кейін, проектіні жауып қойғаннан кейін, байқаусызда аласыздағы рабочий столдағы аудионы удалить етсеңіз, сіздің мынау Cubase программасында тұрған аудиода автоматтық түрде удалить етіліп кетеді. Сол удалиться етіліп кетпеу үшін бізге жаңағы копия создавать етеді. Жаңағы настройка, мінекей, мынау copy file to working directory деген ішінде бізде Cubase-тың өзінің папкасында аудио деген папка тұрады. Сол папкаға копиясын жасайды. Одан кейін сіз программаны жауып тастағаннан кейін рабочий столдан удалить етсеңіз де, бұл ешқайда кетпейді. Программаны ашқан кезде сізде барлығы орында тұрады. Егер де бұл галочка тұрмаса, жазғаннан кейін, өшіріп тастағаннан кейін, айталық, сіз ертең келіп проектіні ашқан кезде сізде минусовкаңыз жоқ болып қалуы мүмкін. Сол үшін біз копия создавать ету үшін осы настройкаларда міндетті түрде жасауымыз қажет. Келесі бізде General дегенге кіреміз. Мынау Generalдың ішінде бізде автосейв деген бар. Бұл автосейвті бізге өте қажетті нәрсе. Программа өзі автоматически сіз үшін сақтап отырады. Мына жерде уақытын да қойып қойуға болады. Қанша уақыт аралығында сізге сақтап отыру керек. Мысалы, UPS жоқ компьютерда, мысалы сізде UPS жоқ, свет өшіп қалады, сонда сіздің кейбір фрагменттеріңіз сақталмай қалуы мүмкін. Сол сақтап отыру үшін міндетті түрде мына жерде автосейвті бас қоямыз. Бұл да көп жағдайда Cubase-ті жаңадан ашқан кезде заводской настройкада бұл өшіп тұрады. Соны біз мына жерге автосейвті міндетті түрде галочкасын қойып қоямыз. Мінекей, аса көп емес настройкасы, бірақ осы настройкаларды жасағаннан кейін сіздің Cubase программаңыз өте ыңғайлы және комфортно жұмыс жасайды. Міне осыдан кейін біз окейді басамыз. Бізде барлығы сақталу, бәрі настроенный тұрады. Енді бұл сабағымыз таза осы Cubase программасының базовый настройкаларына арналды. Келесі сабақта қалай трек ашу керек, қалай жаңа проект ашу керек, қалай тректардың қандай стерео ашу керек, дауысқа моно ашу керек, эффект ашу керек, соның бәрін келесі видеода көрсетемін. YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Мен бұл программаларға, бұл видеоларға арнайы текст жазып дайындалып отқан жоқпын. Сіздер осы видеоны көріп, как будто мен қасымда отырған секілді көріп үйренсеңіздер болады. Лайк және комментарий жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар.